Сәлем достар, бүгін біз сіздермен тойымды әрі дәмді болып шығатын кешкі асқа тағам әзірлейтін боламыз. Менімен бірге болып, соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қазанымызды отқа қойып, майымызды қыздырып аламыз. Содан соң үстінен етімізді салып, қызарғанға дейін және де суы тартылғанға дейін қуырып аламыз. Достар, менімен бірге міндетті түрде видеомды соңына дейін қарап, тіркелмеген болсаңыздар, төмендегі подписаться батырмасын басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Және мені өздеріңіздің лайктарыңызбен және де комментарийларыңызбен қолдап жіберулеріңізді сұраймын. Етіміз қуырылып біткенге дейін енді қалған ингредиенттеріміздің барлығын 4 бұрышты етіп, видеода көрсетілгендей етіп турап аламыз. Мінекей біздің етіміздің суы тартылып және де етіміз қызарды. Енді қалған ингредиенттерімізді шетінен сала отырып тағы да қуырамыз. Енді үстінен бір ас қасық томат пастасын қосып, содан соң дәміне қарай тұзымызды және де қара бұрышымызды қосамыз. Мен негізі тек қана тұз қостым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кез келген дәмдеуіштердің түрін, қара бұрыш, қызыл паприка қоссаңыздар болады.
Endi üstüne осы барлық ингредиенттерimiz батып тұратындай етіп су құйып аламыз. Содан соң дәміне қарай тұзымызды көріп, егер тұзы жетпеген болса, өздеріңіз қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Енді қазір біз күрішімізді дайындаймыз. Күрішті негізінде шашыраңқы етіп дайындау үшін міндетті түрде майға қуырып алғандарыңыз жөн. Мінекей біздің подливымыз қайнады. Енді қазір күрішін жасауға кірісеміз. Мен 4 кесе күрішті дайындап алдым. Күрішті сіздер жуған кезде салқын суға жусаңыздар, сонда сіздердің күріштеріңіз сынып кетпестен, езіліп кетпестен жақсы болып дайын болады. Жуып болғаннан соң қазанымызға әрбір кесеге 20 мл-ден өлшей отырып, 80 мл майымызға күрішімізді жақсылап майы араласқанға дейін қуырып аламыз. Содан соң үстіне әрбір кесе үшін бір кесе қоса отырып, яғни біз егерде 4 кесе алатын болсақ, міндетті түрде бір кесе артық су құясыздар. Сол кезде сіздердің күріштеріңіз шашыраңқы, әдемі, жабыспай, жақсы болып пісетін болады. Дәміне қарай тұзын қосамыз. Содан соң тағы да араластырып, астын қатты отқа қойып бір қайнатып аламыз. Мінекей біздің күрішіміз қайнады. Енді осы күрішіміздің бетін қазанымыздың крышкасымен толықтай етіп жауып, содан соң 20 минутқа қойып қоямыз. Содан соң 20 минутқа қойғаннан соң дайын болған кезде астын өшіріп, тағы да крышкасын ашпай 10 минутқа тағы да бетін жауып қоямыз. Сол кезде сіздерде осындай шашыраңқы, әдемі күріштеріңіз шығады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Сізден де бір жасағаннан шығатын өте оңай күріштің рецептімен мен сіздермен бөлісіп жатырмын. Енді мен сіздерге қазір 2 түрлі күріштің ұсыну түрін көрсетемін. Ең алдымен осылай кесемізге салып алып, содан соң үстінен басып, тегістеп, тарелкамызға аударамыз. Енді үстінен подливымызды құйып, ұсына берсеңіздер болады. Мінекей бұл бізде бірінші түрі, қазір енді екінші ұсыну түрін көрсетемін. Осылай үлкендеу кеселеріңіздің ішіне кішкентай кесемізді сала отырып, жан-жағына күрішімізді толтырып шығамыз.
Енді ортасына подливіңізді салып, жан-жағына суынан да құйып ұсына берсеңіздер болады. Барлықтарыңызға ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер, және де үйдегі достарыңызды, туыстарыңызды және де отбасыңызды қуантып, менің басқа да видеоларымды көріп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын, сау болыңыздар.